Hayırlı kеш, құрметті Алаш елінің ардақтылары, ұлы дала ұрпақтары, қасиетті қазақ елі, сіздердің нұрлы жүздеріңізді осындай үлкен залда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Менің есімім Асия, фамилиям Аралбаева. Әрине, мен ең бірінші компанияға 14 жасымда төсекте жатып, денсаулығыма байланысты келген болатынмын. Врачтардың қойған диагнозы ДЦП болатын. Мына екі қол кеудеге жабысып қалған күйі, аяқтарын қазақтар 8 сан секілді өрілген күйі 900 грамм 21 сантиметр болып өмір есігін аштым. Қазақта айтады, ауырып еміз дегенше дейді, ауырмайтын жол ізде дейді. Сөйтіп, сол Алла тағаладан келген сынақты жеңу мақсатында қай жерде мықты врач, қай жерде мықты профессор, Асия мен мамасы сол жерде болды. Бірақ өкінішке орай өзімнің ойымдағы, арманымдағы нәтижеге қол жеткізе алмадым. Алматы қаласындағы Ақсай больницасына жылына 4 мәрте барам. Ешқандай нәтиже болмайды, қайтадан қайтып келем. Осы жолым, может быть, мен жүріп қайтатын шығармын, аяғыммен жүріп қайтатын шығармын деген үлкен үмітпен барам, бірақ өкінішке орай ешқандай жүре алмай қайтатынмын. Сөйтіп жүрген уақытта арада 14 жыл уақыт өтті. 14 жасында мен Тенчи компаниясына келдім. Онда да менің жоғары тәлімгерім Көктілеуов Талғат Өтінтілеуұлы ауылға мамаға келіп, компанияның өнімдерін ұсынып, компанияның денсаулыққа байланысты берілетін мүмкіншіліктерін анама айтып, маған денсаулыққа өнімді ішкізді. Өнім өз нәтижесін көп күттірген жоқ. 3 ай дегенде аяғыма зәңгіре бастады. Сөйтіп, 1 жыл дегенде төсектен тұрып, коляскаға отырып, коляскадан жүру мүмкіншілігіне ие болдым. Сонан кейін мен